Ей, мен дайын емес едім ғой. Қалайсыңдар? Бұл мені бәрің жақсы танитын шығарсыңдар. Ник Вуйчич. Я, сол менмін. Мен әрдайым күліп жырқылдап жүргенді жақсы көремін. Мен көңіл күйімді ешқашан түсіргім келмейді. Өмірге ешқашан наразы болмаймын. Суда жүземін, доп ойнаймын. Мен мынаған да разымын. Мына тауықтың құйрығындай нәрсені көрдіңдер ме? Осыған да разымын мен. Осымен ақ барлық жұмысты бітіремін. Қызықты кітаптар жазам, компьютерді білемін. Барлық істі бітіремін мен осымен. Бір жолы қызық оқиға болды. Мен ән айтқанды жақсы көремін, киноға түсіп, мультфильмге шығып қалам. Адамдар мені бірінші көргенде деп ауыздарын ашып таң қалып жатады. Мен де құртырмай, ой, аяқ қолым қайда кетіп қалды адақ қоям. Мен осындай адамдарға таң қалам да. Өмірінен наразы болған адамдарға таң қалам. Жөні жоқ, себебі жоқ, қол аяғы бар бола тұра, барлық нәрсесі бар бола тұра, денсаулығына шүкір демейме десең, біз ананы білмейміз, мына затым жоқ, ана затым жоқ, мен мынаған жетуім керек. Осылай біз бақытсыз бола береміз. Сен толық бақытты болуың үшін сенде барлығы бар. Маған қарашы, менің қолым жоқ, аяғым жоқ болса да бақытты адаммын. Ал сіздердің қолдарыңыз бар, аяқтарыңыз бар, денсаулықтарыңыз бар. Соған қарамастан мен сияқты бақытты емессіздер. Бақытты болу үшін жаратылысыңа, жаратқанға разы болу керек екен. Кішкентай кезімде маған жаман ойлар келетін. Менің қол аяғым жоқ, неге мен осындай болып жаралып қалдым? Маған ешкім тимейді, мен қайтып үйленемін. Маған кім тигісі келсін? Егер мен әйелімді қолыма көтеріп, оны құшақтай алмасам, сөйтсем, бұл ойлардың бәрі өмірінен наразы болғанда келеді екен. Қандай тамаша. Мен өмірді сүйемін, қатты жақсы көремін. Менен адамдар таң қалып сұрайды, сен неге әрдайым жырқылдап күліп жүресің деп. Мен оларға бұл өте ұзақ оқиға деп айтып беремін. Маған да күліп, көңілді жүру өте ауыр болған. Кішкентай кезіңде көп нәрсені түсінбейді екенсің. Балалық шағымда неге менің қолым жоқ, неге менің аяғым жоқ деп күлмей жүрген күндерім өткен. Бірақ айтарым, сабырлы болу керек екен. Бақыт бұл сенің сабырыңның артында екенді. Сабырыңның артында тығылып тұрады екен. Көп нәрсеге сабыр қылу керек екен. Менің қазір келіншегім бар, балаларым бар. Мен олардың қолын ұстай алмасам да, жүрегін сезіне аламын. Сенің қолыңнан барлық нәрсе келеді. Барлық нәрсе келеді сенің қолыңнан. Мен бір нәрсе жасай алмаймын. Менің қолымнан келмейді деп ешқашан ойлама. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Бәрі келеді. Қараңыздаршы, қаншама адамдар менің қолымнан келмейді деп ештеңе жасамай жүреді. Қолдары бар, аяқтары бар. Әрбір адам өзгеше. Сен де өзгеше адамсың. Сен өзіңді ешқашан басқалардан кем санама. Ұмытпа, сен өзгеше адамсың. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Сен сұлу, ақылды, жақсы адамсың. Мен сияқты болсаң бір жөней. Керекті болса менің қолымнан бәрі келеді. Еш уақытта өмірлеріңізге наразы болмаңыздар. Менің қолымнан келмейді деп істемей қоймаңыздар. Істеп көріңіздер. Істесең де болмай жатса қол сілтеп салмаңыздар. Оны қайта-қайта істеп көре беріңіздер. Барлығы сабырлықпен болады. Бақыт, игілік деген сабырлықтың артында. Тек қана сабырлықпен